Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен нәп-нәзік әрі жұп-жұмсақ кереметтей пирог әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Алдыңғы уақытта осындай кереметтей рецептерді жіберіп алмас үшін арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде қоңыраушаны басып қойып, тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамыз саламыз. Шым-шым тұзымыз саламыз. 1-2 минут миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Енді ағарғаннан кейін жайлап қантты салып, үлкен жылдамдықта миксерлейтін боламыз. 5-6 минуттай аппақ көпіру керек. Толықта көпіріп болған соң сұйық майымызды, айранымызды құйып, енді құрғақ заттарымыз бөлек араластырамыз. Ұнымыздың үстіне қопсықшымызды салып, бірге араластырамыз. Дайын болған массамыздың үстіне ұнымызды бірден салуға болмайды, бөліп салатын боламыз видеодағыдай. Жақсылап араластырып болған соң алдын ала духовкамызды 180 градусқа қыздырып, пергамент қағазын төсеп, формамызға құятын боламыз. Енді құйып болған массамызды лопатаның көмегімен біркелкі етіп жайып шығамыз. Бөлек ыдысқа творожный массамызды дайындаймыз. Творогымыздың үстіне сахарный пудра, жұмыртқаны салып, жақсылап 3-4 минут миксерлейтін боламыз біріккенше. Жақсылап араласып болған соң, кондитерский мешокқа салып, бас жағын кесіп, видеодағыдай көрсеткендей етіп, жасап шығатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған духовкамызды 180 градусқа қойып, пирогымызды 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Шпажканың көмегімен тексереміз. Міне біздің пирогымыз осындай керемет дайын болып шықты. Мен сахарный пудра сеуіп шықтым, өте әдемі көрінеді. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдыңғы уақытта түрлі рецептерді жіберіп алмас үшін арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша контенті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосқыларыңыз келсе, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Осындай керемет рецептерді жіберіп алмаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ фуд ас болсын.